Айсәуле бұл үйден кеткен күні артына бір ретте қарамады. Көзінен жас тоқтамады, бірақ жүрегі қатып қалғандай еді. 3 жыл бірге тұрған күйеуі Данияр оны бір ауыз сөзбен ғана шығарып салды. Екеумізге осылай дұрыс. Болды, бітті. Ал енесі Рабиға апай есіктің алдында тұрып суық көзбен қарап қалды. Өз бақытыңды өзің тап, деді мысқылмен. Ал абысына Мадина ішінен күліп тұрғандай көрінді. Сол күн Айсәуленің өмірін екіге бөлді. Бірақ бәрі солай оңай біткен жоқ. Ажырасқаннан кейін бір апта өткенде Айсәуле түс көре бастады. Бір түс қайта-қайта қайталанады. Ол бұрынғы үйдің ішінде жүр. Бірақ үй бос емес. Қараңғы ас үйде біреу отыр. Жақындаса ол Рабиға апай. Бірақ көзі бөтен. Сен әлі құтылған жоқсың, дейді ол. Айсәуле айқайлап оянады. Күндізде тыныштық жоқ. Бір түрлі сезім біреу бақылап тұрғандай. Жұмысқа барса да, үйде отырса да, жанында бір көлеңке бар сияқты. Бір күні ол шашын тарағанда, тарақтың арасынан өз шашына байланған қара жіпті көрді. Бұл қайдан келді? Жүрегі дүрсілдеп кетті. Сол сәтте телефонына белгісіз нөмірден хабарлама келді. Сен әлі бізден құтылған жоқсың. Айсәуле қолын түсіріп алды. Бұл мүмкін емес. Келесі күні ол ауылға ескі көрші Гүлмира апайға барды. Гүлмира апай оны көріп бірден түсінгендей болды. Саған біреу тыныштық бермей жүр, деді. Айсәуле бәрін айтып берді. Апай ауыр күрсінді. Ажырасқан соң да байланыс үзілмей қалатын кез болады. Егер біреу әдейі байлап қойса. Қалай? Деді Айсәуле сыбырлап. Дуамен. Айсәуле орнынан тұрып кетті. Жоқ, олар ондай емес. Бірақ ішінде бір дауыс, олар дәл сондай. Сол түні ол тағы түс көрді. Бұл жолы үйдің ауласында тұр. Жердің астынан бірдеңе қозғалып жатқандай. Қараса бір нәрсе көміліп жатыр. Жер қазылған. Ішінде оның фотосы. Және қара жіптер. Айсәуле шошып оянды. Таңертең шешім қабылдады. Ол қайтадан сол үйге барады. Үй сол қалпы. Бірақ ішіне кіргенде бәрі бөтен сияқты. Рабиға апай есікті ашты. Не іздеп келдің? Деді суық. Айсәуле тік қарады. Менің затымды қайтарыңдар. Мадина арт жақтан шықты. Қандай зат? Менің өмірімді. Үйдің ішінде ауыр үнсіздік орнады. Айсәуле бұл жолы қорықпады. Керісінше ішінде бір ашу оянған еді. Сендер маған бірдеңе істедіңдер, деді ол анық. Рабиға апай күліп жіберді. Өзің бақытсыз болсаң, біз кінәліміз бе? Бұл жай бақытсыздық емес. Мадина жақындап келді. Дәлелің бар ма? Айсәуле үнсіз қалды. Бірақ оның көзі бәрін айтып тұрды. Сол күні кешке ол үйдің ауласын бақылап отырды. Түн ортасы. Жарық сөнді. Бірақ бір көлеңке сыртқа шықты. Бұл Мадина. Ол бақтың арт жағына қарай жүрді. Айсәуле артынан барды. Жердің бір жерін қаза бастады. Айсәуле жақындап келіп қатып қалды. Дәл түсінде көрген жер. Жерден бір дорба шықты. Мадина оны ашты. Ішінде фотосурет. Айсәуленің. Және шаш, жіп, инелер. Тоқта, деп айқайлады Айсәуле. Мадина селк етті. Сен мұнда не істеп жүрсің? Бұл не? Мадина біраз үнсіз тұрды. Сосын баяу күліп жіберді. Кешігіп қалдың. Сол сәтте Рабиға апай да шықты. Айттым ғой, ол қайтып келеді деп, деді ол. Айсәуле артқа шегінді. Неге? Неге маған бұлай істедіңдер? Рабиға апайдың көзі суық. Себебі сен бұл үйге лайық емес едің. Сондықтан менің өмірімді құртыңдар ма? Сен кеткен соңда біз сені жібермейміз. Айсәуле денесі мұздап кеткенін сезді. Не үшін? Мадина сыбырлады. Данияр сені ұмытпасын деп. Айсәуле көзін ашып қалды. Не? Ол әлі сені жақсы көреді. Бізге ол керек. Сол сәтте Айсәуле бәрін түсінді. Олар оны тек қуып қана қоймаған. Олар оны байлап қойған. Даниярға осы үйге,
Келесі күндері жағдай ауырлады. Айсәуле әлсірей бастады. Жұмысқа бара алмай қалды. Түнде біреу сөйлейтіндей болады. Айнаға қараса, өзі емес сияқты. Бір күні ол талып қалды. Оянғанда қасында Гүлмира апай отырды. Уақыт аз, деді ол. Не істеу керек? Байланған нәрсені үзу керек. Қалай? Сол затты тауып жою. Айсәуле көзін жұмды. Мен дайынмын. Түн. Айсәуле тағы да сол үйдің ауласында тұр. Бұл жолы жалғыз емес. Гүлмира апай қасында. Қорықпа, деді ол. Қорықпаймын. Бірақ жүрегі дүрсілдеп тұр. Олар жерді қаза бастады. Көп ұзамай дорба шықты. Айсәуле қолымен ұстап дірілдеп кетті. Аш, деді апай. Ішінде бәрі бар. Фото, шаш, қара жіптер. Сол сәтте есік тарс ашылды. Рабиға апай мен Мадина жүгіріп шықты. Тоқтат, деп айқайлады олар. Кеш, деді Айсәуле. Ол бәрін отқа тастады. Жалын көтерілді. Жел қатты соқты. Бір түрлі дыбыстар естілді. Мадина айқайлап жіберді. Рабиға апай жерге отыра кетті. Айсәуле көзін жұмып тұрды. Сосын тыныштық. Жел тоқтады. От баяу сөнді. Таң атты. Айсәуле өзін жеңіл сезінді. Бір жүк кеткендей. Бірнеше күннен кейін Данияр келді. Мен бәрін түсіндім, деді ол. Айсәуле жай ғана қарады. Кешір. Кеш. Ол бұл жолы артына қарамады. Бірақ енді қорыққан жоқ. Себебі ол бір нәрсені түсінді. Адамды байлайтын тек дуа емес. Ең қауіптісі адамдардың ниеті.